қазір мысалы мына эфирде тема қозғап жатсыңдар, негізі дұрыс тема қозғап жатқан жоқсыңдар ешқайсысы. Жарайды. Сіз қозғаңызшы дұрыс теманы. Біз талқылайық. Қозғағанда сенің басына жетпейтін сияқты ғой ол. Сен айтып көрсе бірінші Беркут, мен тәрбиелеуге келдің ба? Айтып көрсе ұсынысыңды. Не істеуге болады? Мен сұрап отырмын. Қазақтың жігіттерінен сұрап отырмын. Не істейік? Айтыңдаршы. Слушай, да, вот сен да қазір шетелде отырсың да, давай, хайбай деген сияқты әңгіме айтып отырсың да. Не үшін ол жақта отырып сен осы жерге келмейсің? Мен бармаймын, мен сотталып кеткен адаммын 7 жылға. Вот видишь, потому что саған бәрібір мына жерде қазақ. Бәрібір емес маған, менде ояқта 3 бала бар. Өсіп атқан түсінің ба, күнде қоқан-лоқ көріп отырған. Вот сен Қазақстанға келе алмайсың, Қазақстанға келіп сен бүйтіп сөйлей алмайсың. Мен барсам сөйлесеңдер. Жоқ, сендер өздерің неге сөйлемейсіңдер? Онда сөйлесеңдерші. Мықтысыңдар ма, сөйлеңдер. Еркексіңдер ғой, қатын менде не шаруаларың бар сендердің? Не үшін мен басымды қатыруым керек? Не үшін мен басымды қатыруым керек? Қоғамдағы болып жатқан әйел кісі, ана. Не үшін аналар жылау керек? Не үшін аналар басын қатыру керек? Еркектер емес басқа да. Алдыда отырып сен бұларды жауап не қылып жатсың? Енді мен сендерден сұрап жатырмын ғой, Беркут. Не істесек болады? Қазақтың жігіттері бар ма? Қазір балаларымыздың бәрін шетінен жалмап баратыр ғой, мына қоғам, тәртіпсіздік, зұлымдық. Жоқ, өмір нормально, қазір кім қалай. Міне енді қараңыз, өмір нормально дейсіз ба? Дәл Шерзаттың әкесінің, әжесінің кешіп отқан өмірін сен кеш. Түсінің ба? Сен кеш. Бүгінгі күні сен кеш. Қарғайын десем жалғызымсың, қарғамайын десем жалмауыз. Көрдің ба? Эгоист бір тамағым, бір татағым деп жүрген. Ешек, түсініңдер ма? Ешексіңдер. Сен көр. Шерзаттың әкесінің көріп атқан қасіретін, Шерзаттың анасының көріп атқан қасіретін, сен қазақ Беркут именно сен көр, түсінің ба? Олай сөйлеме. Қарғайын, басқа сөз өтпейді сендерден. Жоғал көзіме көрінбей. Онда ештеңе істемейді, бірақ қазақтың балалары қылып, өзіңді өлей берсін, шетінен онда не алады? Бір тамақтардың, бір татақтарының әлегі болса болды ма, анау өліп атқан қазақтың баласы зарлап, тірі өлікке айналып атқан қазақтың балалары ғой, қатында, еркекте анау. Айка, күте татшы, жаңа Беркутке жауап берейін. Беркут, сен айтып жатсың да, сен өзің шетелде отырып, провокаторға адамдарды шақырып жатсың, Қазақстанға өзің келе алмайтын болғасын, адамдарды осындай неге шақырып жатсың дейсің. Ал, демек, жақсы, ол Айка шетелде жүр екен. Қазақстанға келсе, жаңағыдай зұлымдық көрсетіп тұр. Өз аузымен айтып тұр, 7 жыл соттап жүреді деп. Мына жақта Қазақстанда мен балаларым бар деп тұр. Беркут, саған сұрақ, егер сіз сол Айканың орнында шетелде болсаңыз, не істер едіңіз, айтыңызшы. Қазір мына қоғамның дамыған уақыты онлайн осылай шығып, адамдардан көмек сұрамаса, қазағым деп бір шықпайтын болса, сіз не істейсіңіз, айтыңызшы өзіңіз. Қазақстанға келіп, офлайн тұрып айтайын десе, мынандай зұлымдық көрсетіп тұр. Айтайын десе, айтпайын десе, Қазақстанда балалары бар. Жақсы, Шерзаттың өміріне алаңдамай қойсын Айка. Алаңдамадым дедік, мейлі. Жақсы, ол да бір жауап тұрған қазақтар сияқты солай қала берсін. Демек, мына жақта Қазақстанда балалары бар ғой. Соған не істейді, айтшы. Солар үшін келу керек. Келейін десе жаңағыдай Қазақстан, жаңағыдай қылып істеп тастап тұр. Бұны деген керек болатын болса, қолына кісен сатты апарып жауып тастайды. Мен границада аэропорттан түскен кезде мен бала шағамның қасына бармаймын. Сіз өзіңіз, Беркут, өзіңіз ойлап қараңыз, ер азаматсыз ғой, мына жаққа эфирге көтерілдіңізде, сіздің былай айтып жатқаныңыз дұрыс емес. Енді қараңызшы, онлайн түрде басқа шетелде жүріп қазақтардан көмек сұрамаса, қазақтарды бірліктірмесе, сіз өзіңіз ойлап қараңыз, біздің орнында не істейтін болсаңыз. Бұның орнында сіз болсаңыз не істейсіз? Сол ғой бұның күтіп тұрғаны, Айканың. Бұның орнында сіз болсаңыз не істейсіңіз? Соны көтеріп жоғары еркек сияқты айту керек қой, былай все болды. Айта алмаймыз ба, еркек сияқты позитивный нәрсе аузымыздан шыға алмай ма? Негативный нәрсені де шығармау керек қой. Бір ауыз бол. Рахмет. Не айтады, мен былай айтайыншы, бұл Беркут деген кісіге андай ғой, былай айтқанда похуй болып тұр ғой. Оны қазақтың бәрі қырылып, өліп қалып шетінен, қазақтың балаларын солай өлтіріп кетіп, сол кісіге бәрібір болып тұр, ол кісіге бәрібір өліп жатыр ма? Мен айтып кетейін, Беркут не істейді? Беркут мен ұқсап Европаға келсе, дәл мен ұқсап 1,5 миллион, 2 миллион ақша табатын болса, оның шатағы болмайды Қазақстандағы аш жатқан, өліп жатқан қазақ үшін. Мен секілді, менің жан-жағымда мыңдаған қазақ жүр. Олар бір сағатына алатын 10 мың теңгесін, немесе 5 мың теңгесін қазақтың болашақ тағдырынан артық көріп отыр. Ана эфирларда сағаттап отырғанымша, энергиямды кетіргенше, бір сағат артық жұмыс жасап 5 мың теңге тапсам екен деп отыр. Білесіздер ма, менің жан-жағымда қаншама қазақ бар? Менің өзім 5 жылдан бері 100 қазақты алып келдім Европаға, дұрыс жұмыс жаса деп. Сол 100 қазақтың 99-ы маған саясатқа араласпаймын, әпше, кешіріңіз деді.
лучше ақшамды тауып жағдайымды жасаймын деді. Мен оның бәріне айттым. Давайте жүзбіз ғой мына жерде, басымызды көтерейік қазақтар, елде осындай жағдай болады. Біреуі де бәрі менен отписка жасап, бәрі менің тек қана статусымды қарап отыр қазір. Ертең ел өзгерген кезде елдің қарғаның қазақтың жерінде міндетті түрде бейбіт өмір болады, алтын ғасыр басталады. Сол кезде шеттегі жүрген қазақтарға ескертемін. Бәрін білеміз, кім қай уақытта шығып, қай уақытта елге оралғанын. Осылай атсалысып ешқайсысы көмек бермеген қазақтар, ақшаның ардың емес, ақшаның құлы болған қазақтар ескерту. Көріп те отыр, менің эфирларыма да кіреді олар. Корея, Америка, Франция, Германия, Польша, барлық жерде отыр біздің қазақтар. бір сағат қабатын 5000 теңгелерін болашақ қазақтың тағдырынан артық көретін қазақтар бар бізде. Я, мен де тауып жатырмын. 1,5-2 миллион табамын. Мен егер бүкіл сағатымды күнделікті 10 сағатымды жұмысқа арнасам, ойланбай табамын, 1 сағатым 10.000 теңге. Бірақ маған қазір ақша маңызды болып тұрған жоқ. Маған елдің болашағына, елдегі баланың не үшін табамыз бұл дүниені? Бұл дүние не үшін керек? Баратын жеріміз белгісіз болып тұр, жағдайымыз. Айгүл ханым, елді төңкеріп, елді көтеріп, елді ұстай алмаймыз олай. Менің ойым жеке. Дәурен айтып отыр ғой, бауырым. Бұлай болу керек, бұлай болу керек. Медленный смерть жасаймыз, болды өзімізге өзіміз халық. Мен де шетелде жүрмін, мен де Қазақстанда емес, но ата-анамыз, туған туысымыз елде ғой бар, баршасы. Елді көтеріп ешқандай өзгеріс әкеле алмаймыз, елді білдіреміз болсамыз. Елдігімізге вообще жастардың болашағын білдіріп ғой. Нұрсұлтан, енді қараңызшы, жан-жақтағы болып жатқан бейбіт шеру болып жатыр ғой, міне Грузияда. Вот бейбіт шеру болып жатыр. Біздер Айхан айтпайын, біздер қазақ намысшыл дейміз. Біздер артық кетіп қаламыз. Алматыда қаңтарда көтеріліс болғанда қандай беспредел болып кетті. Но ол жерде мен кінәламаймын, қазақтар істеді деп. Но ішінде бар бәрі, бізде сүттен ақ судан таза емеспіз. Но екінші жағынан қарасаңыз, мына Шерзаттың болып жатқан ісіне Дәурен айтты, біздер алыстамыз ғой деп. Вот сол жердегі жүрген қарашы, Нұрсұлтан, сіздің ойыңызша не істейміз? Онда сен рахат өміріңді сүріп жатсың шетелде, да? Бала-шағаңды алып келіп алып, дальше өміріңді сүре бер. Мен де солай істей аламын. Бірақ күнде алдыртам бала-шағамды. Бірақ сенің баратын жерің қайда? Баратын жерің бар ма? Сіз қателеспеңіз, мен бала-шағамды алып алып рахат өмір шетелде сүргім келіп тұрған жоқ. Қазақстанның каждый тамған әр қазақтың көз жасы мен үшін тоже маңызды, ойламаңыз олай қысқаша. Енді не істеуге болады, айтшы, елге оралайық та онда, күллі елге жаппай қазақ оралайық. 15 мың қазақ жүрсіңдер Кореяда. Европада қазақ жүрміз. Давайте бір күнде билет алып бәріміз барып оралайық. Күнге де сыймаймыз біз. Айғайлап барып, ұрандатып барып, бүкіл қазақ оралайық онда. Мен өзім ешті келсем, оралайық. Нұрсұлтан, қара, сен мен құсап сөйлеп шықшы. Сені 2-ақ күнде сыртыңнан соттайды. Мен қазір Қазақстанға жалғыз өзім барсам, мен 7 жылға қамалам. Давайте күллі қазақ. Айгүл ханым, қараңыз, қателесеңіз. Сіз барлық қазақты көтеріліске шақырмаңыз, ой жиналайық деп. Олай елдіктен айырылып қаламыз, олай вообще елді білдіріп тастаймыз. Не істейміз онда? Вот міне қазір Шерзаттың ағасы бақилық болып тұрады, өмірден өсіп кетті. Вот біздер алыста жүрік, еркекпіз, Қазақстан үшін жанымыз ашиды. Вот сол жерде жүрген қазақ балалардың жанын ашып, осы істің кімнен кім болғанын білу керек. Қазақстанды ақ-қарасын ажырату керек. Қазақстанда болған істің любойын кім білмейді, ең бірінші түрме біледі. Кімді кім өлтіріп тастағанын ең бірінші түрме біледі. Нұрсұлтан, Қазақстанда қашан ақ-қара болып жүрген еді, айтшы.